стоит па не көз жасың ба? Негізі не стоит. Негізі не стоит. Мектебім жаман. Однокласснигім жаман. Ешқандай. Маған ұрыспаған. Наоборот, поддержка. Үйтіп айтпағым. Айплюстің позоры бар. Мейіржан ағайдан болсын, басқалардан болсын. Бәріне сәлем, сіздермен ментор Мейіржан. Бүгін біз I+ білім беру орталығының оқушыларымен бірге ұбт туралы шындықты ашып айтатын боламыз. Бүгін бізде қонақта НТ-дан 134 балл алған Айсұлтан және Амина. 80. Маған сұрақ қойыңыздар. Сіз ведущісі. Бітіру кеші туралы сөйлесейік, иә? Енді қазір актуал тема болып отыр ғой. Қандай деңгейде өтеді деп ойлайсыңдар, не күтесіңдер? Мен көп әншілерді күтемін. Көп әншілер? Жоқ, келмейді. Не күтесің, бір ерекше болу үшін? Апайлардан Би, Амина, Динара апайдан. Билеу керек па олар? Жақсы, мұғалімдерден өнер күтесің. Тағы бір ерекше еш нәрсе күтпейсің ба? Вальс. Вальс. Айсұлтан, сен не күтесің? Жалпы қатты ештеңе емес. Саған бір қызық болатын шығар, сол бір конкурстар, жаңа посвящение болғандай. Сен өзің мысалы активно қатысасың ба осы конкурсына? Жоқ. Неге? Потому что менде одан кейін енді, мен ондайларға жалпы қатты қызықпаймын. Келесі күні енді ғой. Жоқ. 5 күн бар бізде. Иә, енді Аминаны білемін, сол жарады енді. Мен бүкіл жерге қатысамын. Енді барынша сендердің көңілдеріңнен шығатындай етіп жасауға тырысамыз енді. Посвящениеда болса нормально болады. Жақсы ол посвящениеда. Иә, Новый год ше. Ол кезде бармадым мен. Бармадым. Мен бардым. Қалай болды? Күшті. Золотой яблокодан сертификат ойнатты емес па? Подарочный купон. Че еще? Конфет таратты. По идее, Новый год күштірек болды. Посвящение қарағанда. Жақсы, жалпы андай не да. Мысалы, мен өзім мектеп бітірдім ғой. 2019-да бітіріп кеттім ғой енді. Басты мен ойлайтынмын андай. Ертең мектеп бітірген соң класстастарымды сағынамын, мектепті сағынамын, анау деп ше. Бірақ бір ай болмай мектеп біткеннен кейін вообще андай ойламайсың да ондай. Бірақ сен мектептің соңғы күндері андай болады да. Мә деп қалай мектеп бітіремін, мен қимаймын деген сияқты. Сондай сезім болып жатыр ма қазір сендерде? Иә. Қандай Мен қатты деңгейде? қимаймын мектепті. Мен жылағанмын мектеп бітіргенде. Стоит па не көз жасың? Негізі не стоит. Негізі не стоит. Мектебім жаман. Однокласснигім жаман. Бізде бәрі жаман ғой. Иә, булить етейік соларды. Мысалы, қай жағынан жаман олар? Олар неактивный, мамаларының баласы әлі. Ештеңе де шыға алмаған. Иә. Иә, анау. Иә, оған көзім жетті. Бәрі заднийтарда. Постоянно. Активистер жоқ. Тек мен ғана ватсамда. Онда не үшін сағынасың? Білмеймін. Оларды емес. Мен мектепті сағындым да, мектепте оқығанымда. Жоқ, мектепте кездерді да, просто естеліктерді. Басқа класстың балаларын сағынам. Просто өзімді Ағасын ұлдары деп. Иә, ағасын ұлдары. Сенші? Сағынат шығармын, бірақ тоже қатты емес, мектепте емес, наоборот, сыныптастарым дейтін шығармын. Біраз рет әңгімелер болған, бірақ сонда да өзінің сынымынан кейін қимайтын шығарсың. Бірақ қазір ондай сезім жоқ. Сол соңғы айтқандай, соңғы күндері ғана біраз қалай болады екен, зона комфорта дейді ғой, содан шығу деген сияқты ойлар болған. Бірақ тез ұмытасыңдар. Тез ұмытасыңдар. Енді сендер андай ғой. Көпшілік Алматыда болады ғой. Может, араласып, күшті әлі де ұзақ уақыт араласып кетуге мүмкіндік бар ғой. Мысалы, біз ауылда әрқайсымыз әр қалаға кетіп қалдық, араласпай қалдық деген сияқты. Біздікілер бір класста оқып араласпайды. Универ былай тұрсын десе. Иә, бітіргенде точно сөйлеспеймін. Енді мысалы, сендер қазір мектеп бітіріп жатсыңдар ғой. 11 жыл бойы оқыдыңдар. Осы 11 жылдың ішінде сендер өмірге қажетті, бір жеткілікті деңгейде білім ала алдыңдар ма мектептен? Честно, жоқ. Честно? Жоқ.
неліктен олай ойлайсың мысалы? Өйткені бізде апайлар қатты серьезно қарамайды сабаққа. Кет қала береді. Сен өзің де оқымайсың. Ол кезде оқуға деген құштарлық жоқ қой. Жай жиын келіп жүреді. Сендерде қалай болды? Бізде негізі сол апайларға байланысты, бірақ өзіміз де в целом оқымаймыз. Апай отыра берейікші, бір бәле. Соңғы осы 11-ші сыныпта да ент дайындаламыз деп ақыры карта ойнап кетесің. Мен неғып қазақ тілі әдебиеті таңдап география оқыдым екен. Бізде ондай емес. Андай өзіміз оқымаймыз, апайлардан қашып кете береміз. Бірақ апайлар өздері қатты оқытады. Мысалға біз математика апай қатты оқытатын, тарих апай бізге база қалыптастырып берді тарихтан. Так өзің оқымайсың ғой. Мұғалімдер нормально. Маған андай қызықты. Мен мысалы өзімше мектеп кезде, мен мектеп оқыған кезде бізде мұғалімдер үлкен кісілер болатын да. Жаңағы қашып кету, сабағында ойнап отыру дегендерге кішкене андай қатты қарайтын. Аяқ тартасың да, өзің ұяласың. Сен 11-ші сыныпсың, ана апайлар үлкен кісілер, андай прям жас кісілер бізде өте аз болды да. Мысалы, уже зейнет жасына жеткен кісілер деген сияқты үлкен кісілер отырады, сен оның алдында карта ойнап отыра алмайсың да. Аман жоқ, соны сабағын оқисың деген сияқты. Бірақ қазір мен көп тиктокта байқаймын ғой, жас мұғалімдердің көбі жас. Сол жағы әсер етеді деп ойламайсыңдар ма? Мысалы, үлкен мұғалімдердің сабақтары өтіліп, жас мұғалімдердің сабақтары өтілмей қалады деген сияқты бола ма? Ондай болады. Себебі мысалға практиканттардың өзі келгенде олар андай ұрыспай, үндемей жүре береді, соның басына алады депші. Үндемегенге басқа шығып депші. Иә, ондай бар, иә. Сендерде ше? Бізде практиканттар қыздарға жаман қарайды, ұлдарды жақсы көреді бәрі. Сабақ өтпейміз, автоматын 4-3 қойып береді. Бізде мысалға ағылшын практиканттар болды, осы 9-ші сыныптан бері прям жақсы түсіндіреді. Андай жаңағындай ол қыз деп бөлмейді. Андай да ұрсатын кезде ұрсады. Ал сабақ өтетін кезде түсіндіріп деген сияқты. Неғып ағылшыннан практиканттар жүр? Бізге просто бізде апайлар көп шығатын ғой. Ағылшын апайлар көп шығады. Амина жең беріпті, енді жақсы. Енді мысалы қазір сіздер ұбт тапсырып шықтыңдар ғой. Алдым, қаңтар, наурыз ұбт-лары болды, ай сайын пробный жазып жүрдік қой. Сол пробныйларға қарағанда әсер басқаша болады. Осы алғашқы ұбт, әлі екеуіңізде де екінші ұбт бар, екінші мүмкіндік бар. Бірақ алғашқы ұбт-дан қандай әсер алдыңдар? Өте керемет әсер. Өте тамаша. Мысалы, не берді ол саған? Мен оқи алатынымды өзіме, короче, сенімді болдым. Полностью. Осы ұбт-да сенімді болдың. Иә. Айсұлтан, сен қандай әсер алдың? Сондай шығар. Басында таныстарынан сұраған кезде олар айтатын қиын, анау деген сияқты. Бірақ кейін кіргеннен кейін қатты қиын болады. Сосын сол өзің оқып жүрген келеді. Оған қатты уайымдап, қатты бір мән беріп деген сияқты. Мән бересің ғой, дегенмен оған уайымдап, былайша айтқанда нерв кетіру керек емес сияқты. Иә, бірақ бұйырғанды бұйырып тұрса 140-ды да алуға болады да. Оған кішкене еңбектеніп жіберу керек. Енді мысалы қазір сіздер енді елімізде, республикамызда, елімізде дегіші центрлар көп қой. Мысалы ұбт-ға кез келген дайындық жасайтын центрлар көп. Неге I+? I+ға мен осыдан бұрын бір 6 жыл бұрын 5-ші сыныпта болғанда естігем. Ол жақта нишқа жақсы дайындайды деп. Бірақ енді осы ұбт-ға дайындау соңғы 3-4 жылда былайша айтқанда культ болып кетті ғой. Сосын мен әпкем осы I+ оқып кетті. Өзіне керек балын алды. Грантқа түсті. Сосын мен ойладым, неге келмеске деп. Сосын басында бірінші екінші сабақта қатты уайымдағам, қандай мұғалімдер түседі екен деп. Бірақ күшті мұғалімдер түсті. Сосын еще менторда өзімен бірге жақсы сөйлесіп, прикол болып. Жалпы I+ Қазақстан бойынша деңгейі жоғары тұрады деп ойлаймын. Амина, сен ше? Мен негізі басында 140-ға барамын деп ойлағам. Одан кейін 140-та мамам айтты, бармай ақ қой деді. Сосын
мамам тауып алды негізі айплюсты через интернет. И сразу сол тапқан күні келдік. Сразу ақылдастық. Мен айттым, мен полностью нольмын, ештеңе білмеймін дедім. Сосын сразу менторым сіз болдыңыз бірінші күннен бастап. Апайлар да өте күшті болды. Өте керемет апайлар. Мен де басында сол басқа курстарға түсемін деп ойлағанмын, бірақ ол жаққа басқа жақтарға үлгермей ғана кейін өзімді қатты жемей оқитын адам былайша алып шыға алады деп. Оның үстіне I+-ында дисциплинасы жаман емес, жақсы деп. Иә, енді бізде I+ былай ғой. Мен өзім 3-ші жыл осы ментор болып келе жатырмын ғой. Осы уақыт аралығында мен ойлаймын, I+ тек қана білім беріп, сабақ қана емес, бір дисциплина жағынан да көмектесе аламыз деп ойлаймын да. Негізі балаларға ше. Соны мысалы қалай ойлайсыңдар? Бұрын I+ке дейінгі дисциплиналарың қандай болды? Қазір қандай? Әсер етті ма, етпеді ме? Етті. Себебі енді любой курсқа, мысалы спортқа барып жүрген өзінде сен амал жоқтан барасың, барғың келмесе де барасың. Оның үстіне егер мысалы мұғалімдерің бізде мысалға Санжар ағай сабақ береді, келесі күн сабақты сұрап алады деген сияқты. Енді сен амал жоқтан оқисың да, оққың келмей, мысалы шаршап, қыдырып келген өзі сен оқып келесің, себебі оны сұрайды деген сияқты. Сөйтіп сол енді қайталана бергеннен кейін басқа заттарға да сөйтіп үйреншіктеніп кетесің. Дисциплина өте қатты. Менде қатты пайда болды. Мен сабақты кәдімгідей оқып бастадым үйге келіп. Бұрын үйге келгенде жатып ұйықтайтынмын да. Далаға шығып кететінмін кешке. Иә. Сосын I+ басталғалы бері шынымен де амал жоқтан оқыдым. Сентябрь, ноябрьге дейін қиын болды оқу. Одан кейін үйреніп кеттім. Түнде келіп оқи бересің. Жақсы. Енді қазір I+-та немесе кез келген жерде менторлар, кураторлар бар ғой. Осы I+-та бізде көптеген менторлар, кураторлар жұмыс істейді. Сіздерге мысалы менторлардың әсері, ықпалы тиді ма? Мысалы сабақ оқуға или осы нәтижеге жетуге деген сияқты. Иә, өте қатты тиді. Мержан ағайдың бізге деген мотивациясы, бізге деген қолдауы өте қатты көмектесті. Шынымен де. Мен де келісемін, себебі арасында арадан да болады ғой. Бүйтіп бір кетесің ғой, оқымай. Сол кезде кеп, не үшін осы күнге шейін оқып жүргенін есіңе түсіреді. Арасында ұрысып қояды. Арасында бүлтетіп қояды. Ондай бар енді. Кішкене. Жақсы. Енді андай болды да. Менде өзімде ұбт тапсырдым ғой. Енді бізде бір-ақ мүмкіндік болды да. Қазірде екінші мүмкіндік жоқ. Сен ана ұбт-ға кіресің, қадалсаң болды да, оқымайсың енді. Платный жетсе оқисың, жетпесе келесі жылы тапсыруға мүмкіндік бар да. Биыл сендерге өте көп мүмкіндіктер беріп тастады ғой. Андай ситуация болды менде. ұбт-ға кірген кезде өзім ана тестті көрген кезде, ашып қараймын, тестті көрген кезде ана жерде ештеңе білмейтін сияқты болып қалдым да. Ананың бәрін мен білмейтін сияқты, прям бір сәтте мә деп ше, мынау қандай сұрақтар деп ойланып қалдым да. Сондай ситуациялар кездесті ма? Мысалы, қаңтар, наурыз, осы негізгі ұбт-да барыңдар, кірдіңдер, компьютер ашылды, сұрақ көрінді деп, ана сұрақтардың ешқайсысы таныс емес сияқты. Иә. Ең бірінші ұбт-да болды. Январьскийде. Сол кезде қандай сезімде болды? Мен өте жаман сезімде болдым. Мен еще ұбт-ға кіре алмайдым ғой ол кезде. Иә. 16 жоқ. Удостоверение жоқ, кіре алмадым. Нейінім жоқ. Сонымен жылап ана жерде биология, химия сұрақтарын көріп, одан арман депрессияға түсіп, соңында жылап шықтым. Шыққаннан кейін 2 сағат жыладым тағы. Ой, кешке жыладым. Кешке дейін жыладың, иә. Аймысқа келіп. Сенде ше? Менде ағылшын сондай болды. Мен жалпы ағылшын қатты оққан жоқпын, себебі IELTS тапсырамын деп, бірақ енді кәдімгі грамматика оқу керексің ғой. Сосын I+-дан 40+ алып жүрмін ғой ағылшыннан, сондай болады шығар деп.
барып контекстті көргенде сәл қадалып ой о деген біткен жерім осы шығар деп ойладым ба? бір түсініксіз сұрақтар. бірақ андай өзің жинап алған кезде ана сұрақтар қайтадан есіңе Иә. сен білесің ғой. Қазақстан тарихынан осы грантовикада сондай болды. Былай мынау не тақырып еді деп бір 3-4 минут ойланып сосын барып мынау мынандай ғой деп есіңе түседі. Мен ментор ретінде өзім оқушылардың қандай деңгейде дайындық жасайтынын білемін да. Енді әркім өз шамасына қарай дайындалады. Иә. Енді бірақ орта деңгейде дайындық жасап жүріп, жоғары нәтиже көрсетіп кететін балалар бар да. Ал жоғары нәтиже көрсетіп жүріп, керісінше төмен нәтиже алып қалатындар бар. Осы жағдайға, осы ситуацияға не әсер етеді деп ойлайсыңдар? Мен ойымша мынандай ғой. Әр пәнде бір адамның ұнамайтын тақырыптар болады. Ол тарих болсын, ол биология болсын, ол математика болсын. Сосын бүйтесің, ой қойшы, осыны оқымай ақ қояйын, именно осы келмейтін шығар деп. Көбісі сөйтеді да, ұнамайтын тақырыптарын жаңа өткізіп тастайды, оқымай кетеді. На деле сол грантовскийда мүмкін сондай сұрақтар келіп тұрады да. Кейде мысалға андай оңай тақырыптар түсіп қалады көбісіне. Нұсқа оңай болып қалады деген сияқты. Бірақ ол нұсқа оңай болды деп, басқалардың еңбегін төмендету, оны бағаламау дұрыс емес деп ойлаймын. Сол жалпы нұсқаға байланысты деп ойлаймын бәрі. Сен қалай ойлайсың? Мен ойлаймын, жоғары балл алған адамдар өздерін босап кетеді. Иә, босаңсып қалады. И сол үшін оқымай кетеді. Ал орташа балл жинап жүрген балалар жоғары балл жинағаны өздеріне байланысты деп ойлаймын, нұсқаға байланысты. Шынымен де оңай нұсқа түссе, көп балл жинауға болады. Ол сенесіңдер ма? Оңай нұсқа, қиын нұсқа дегенде. Иә. Оңай нұсқа дегенде мынандай ғой, бір тақырыптың оңай базовый сұрақтары болуы мүмкін, ал кейбір кезде шын мәнінде жаңағыдай қиын бір келмейтін шығар деген сондай сұрақтар келіп қалуы мүмкін. Менде сондай болды ғой. Оңай нұсқа берсін. Грантовскийда келмейді деп, келмейтін шығар деп оқымаған тақырыбым келіп қалды. Сол кезде сен қандай неде болдың мысалы? Сосын ұнаса да ұнамаса да сол оқып хотя бы былай көзбен жаттап алған өзінде тестта берілетіндей қылып жаттау керек деп ойлаймын. Мысалы енді қазір сендер курспен дайындалдыңдар ғой? бір жыл уақыт өтті мысалы. Жаздан бері Айсұлтан бастады, сентябрьде келді, иә, мені. Осы сендерде курс басталмай тұрып, қазір өздеріңе кеңес бере алатын болсаңдар, иә? Мүмкіндік болса сондай, қандай кеңес берер едіңдер? Әлі сендер біздің центрді таңдаған жоқсыңдар? Тек кітаппен дайындалу. Тек емес, кітап бірінші ең басты тақырып түсіну. Сол түсінгеннен кейін барып жаттау, и сол жаттағанды мысалы жаңағындай тестпен бекіту, квизизбен бекіту, арасынан нұсқаталау көріп тұру. Сосын нормально дайындалу керек. Мақсат дайындалу керек. Сен қалай ойлайсың? Келісемін. Қосыламын деп қойсын. Иә, кітап оқу керек өте. НТ-ға дайындалу барысында наурыз, қаңтар, ұбт-ларында 100 балға жете алмады да. Ол өзінің андай қателіктерін түсіндірсе, қай жерден, неліктен ол 100 балға жете алмады. Соны түсініп, содан кейін уже негізгі ұбт-ға дайындық жасады да. Негізгі ұбт-да 121 балл жинады. Мысалы, сонда сендерде де мысалы 1 ай қалғанда немесе 2 ай қалғанда қай тұстан қате кетіп жатыр, неге результат көтерілмей жатыр деген сияқты түсініп жұмыс жасап, нәтиже көтеру деген болды ма? Мен өзімнің білмейтін тақырыптарыма дайындалдым. Көбінесе сол білмейтін тақырыптарды оқыдым. Ал өзім білетіндерді қана қайталап шықтым. Негізі қайталау көп не әкеледі ғой, иә, нәтиже. Просто оқисыңдар, оны ұмытып қаласыңдар. Мысалы, Айсұлтан, сен қанша уақытта деңгейде мысалы қайталап тұрасың жаттаған дүниелерін? Мен мысалға қаңтар ұбт біткеннен кейін қай жерлерім жаңағындай білмеймін емес, просто қай жерде менде деңгейім төмен деген тақырыптарды қарап алдым да, ең алдымен соларға дайындалдым, былай түсініп. Кейін солар жаттағаннан кейін наурызға кіріп шықтым. Наурыздың алдында жаңағы оның алдында жаттағанымды мысалға бір ай қалғанда солар тақырыптар бөліп тастап, и бір апта қалған кезде уже нұсқаталау көрдім. Наурыздан кейін жалпы білдім, менде білмейтін тақырыбым жоқ, бірақ ұмытып қалатын заттар көп, жаңағындай слабый тақырыптар. Жаттаған өзінде жаңағындай жаттағым келмей жаттап, түсінбей жаттаған тақырыптарымды
толыққан қайталадым, бірақ арасында жаңағындай енді ең қиыны осы 11 не тақырыптар ғой, соларға қатты көңіл бөлмедім, сол себептен мүмкін балымыз осындай болып қалды деген ой бар. осындай болып қалды деген қанша балл? Қанша балл дейін, тарих мен наурызда 20-дан 20 алдым, ал неде осы Грановскийда 17 алып қалдым. Жаңағыдай оқымаған тақырыптарым келді, оқым келмей оқыған тақырыптарым келді. Соларды дұрыстап оқу керек деген түйін. Тиіп қоямыз. Иә. Осы жерін тиіп қоямыз. Біздің центрда орталықты оқып бітірдіңдер ғой, әне-міне дегенше уже аяқталады, иә. Келесі жылғы түлектерге мысалы кеңес берер ме едіңдер? Мысалы, осында оқыңдар, түсіңдер. Осындай жақтары жақсы деген сияқты илек. Ат тастамай ма? Жоқ, енді бұл шындық алаңы ғой. Шындық айтылу керек, шырылдап тұрып айтылу керек. Негізі методика былайша айтқанда әлі дамыту керек деп ойлаймын, бірақ менің өз басым мысалы Санжар ағайға толыққанды рахмет айта аламын, себебі жақсы түсіндіреді, түсінбеген сұрап аласың, сен 12-де сен түнгі 3-де по-любому жауап береді да. Сондай, бірақ арасында андай мысалға маған онлайн деген ұнаған жоқ, Қазақстан тарихынан, математикалық сауаттылықтан. Енді өз басым сол таңдау пәнін дұрыс ағылшын болғаннан кейін маған матсо қиын берілді. Онлайн маған өзіме ұнамайды. Онлайн оқыған негізі жалпы қиын да. Енді дәстүрлі түрде оқып үйреніп қалғаннан кейін онлайн сен қабылдай алмайсың, қабылдаған өзінде андай дисциплина болмайды онлайнда. Сондықтан сол онлайн жағын қарастыру керек деп ойлаймын. А так, егер дұрысты таңдайтын адам болса, сразу Санжарға келу керек деп айтатын. Ойланбау керек, иә. Жақсы. Амина қалай ойлайсың? Мен посоветовала бы басқа жас түлектерге осы альпусқа келуге, өйткені бұл жерде шынымен де күшті, бірақ онлайн сабақтар жаман өте. Қазақстан тарихын и математика сауаттылығын мен онлайн болған үшін оқымадым. Өйткені дисциплина жоқ, мен ұйықта қала беремін. Дисциплина жоқ, жоқ, өзім тұрамын, ұйықта қала беремін қайта. Вот, сол үшін. А так, биология, химиядан өте керемет апайлар береді. Амина апай және Динара апай. Олардың дисциплинасы енді Амина апайдікі өте керемет. Жастқа деп. Мен оқымасаң болмайды. Мен мысалы өзім айлс тапсырдым ғой. Қаңтар ұбт-дан кейін мен мысалға ағылшынға қатыспадым себебі менде айлсқа дайындық болды. Оған қоса менің сүйікті ағайым маған бермейтін болып қалды, сондай жағдай болды. Бірақ дегенмен егер ол ағай осы жақта болатын болса, Жандарбек ағай ғой, сол айлсқа дайындалған өзіне маған көмектесетін. Мысалға мен ол кезде қатысатынмын ағылшынға, қалай болады, қалай айлсқа өзі тапсырғаннан кейін де жақсы түсіндіреді. Еще өзі күшті ағай. Сол дұрыс ағылшын осы жақта жақсы деңгейде деп ойлаймын. Басқа мамандықтар енді пәндер өзім қатты білмегендіктен. Осы ұбт-ға дайындық барысында сендерге ата-аналарың қандай деңгейде көмектесе алды? Олардың көмегі тиді ме? Мысалы, центрға жазды, орталыққа ақшасын төледі, ол үлкен көмек, үлкен мүмкіндік қой сендерге берілген. Одан кейін оқу процесінде қандай рөл атқарды, ата-ананың рөлі бар ма? Көп оқыған кезде оқи бермей жындап кетесің деп. Жақсы істеген. Өйтіп оқи бергеннен пайда жоқ деп айтатын. Былай андай ғой, мысалға әр пәннің өзінің қызығы бар. Сосын бір нәрсе өткен кезде, мен мынандай екен деп, соны жақсы тыңдап, сол мысалы тарихты талқылап үйде солай қызық болатын. Сосын әрқашан мысалы қолдау беретін. Жалпы қатты уайымдама, сен оқып жатсың, сол оқыған келеді, не үшін уайымдама, оқысаң, оқитын адамсың деген сияқты ғой. Адағандай қатты оқып кетсең, не болды сонша оқып, күндіз жындап кететін болдың ғой деп. Жақсы поддержка, соны. Менде мамаларым өте қатты поддержка берді. 39 бала алғанымды білгенде де ешқандай маған ұрыспады. Наоборот, поддержка. 39 балама. Мен білмеймін. 62, 78, 81 бал алғанда да мамалар өте қатты қуанды. Туыстарым барлық тұқымымызға қуанды біздің. Менің көп бал жинағаныма. Және де мама айтатын,
түнде мысалы оқимын ғой жатып, сол кезде айтатын, пожалуйста ұйықташы, ертең ұйқың қанбайды, типа ауыр қаласың деген сияқты ғой айтатын. Сен онсыз көп ұйықтайтын. Мен онлайн сабақты кезде звондап тұрғыза алмайтын едім ғой. Математикалық сабақтан бір рет оннан шығған кезде 2 апта бойы, Травма. 2 ай бойы. Сен сонда не, есеп шығара білмейсің ба не? Сен сонда сен ертең проходной жиналасың ба математикалық сауаттылықтан деп. Мен шалдым ғой. Не сонша қиын болып тұр ма не математикалық сауаттылық? Онлайн деген жаман ба не деп сразу. Мен сияқты булить етеді. Иә, сөйтіп. Әпкем деген вообще 2 ай бойы буллингқа ұшырадым сол. Наурыздан оқу сағатынан 8 аламын деп I+-тің позоры болып. Мейіржан ағайдан болсын, басқалардан болсын оқу сауаттылығына қатысып кеттік қой. 4 пән емес, 5 пән. Оқу сауаттылығын оқыдың, е? Жақсы. Енді өздерің мысалы күнделікті тек шынайы, нақты қанша уақыт жұмсадыңдар мысалы дайындықтарға? Енді ол мысалы қандай ғой? Егер ұбт-ың жақын болып бара жатса, уақыт көбейтесің. Мен мысалға наурыздан шыққаннан кейін бір апта демалдым, вообще оқымадым, арасында андай сол Санжар ағайдың берген тақырыптарын ғана оқып. Кейін 2 ай қалды ма, 2 ай қалғаннан кейін жоспар құрасың. Енді мысалға 6-шы сыныпта бастап 10-шы сыныпқа неше тақырып бар, қайсысы менде жақсы, қайсысы онша емес деген сияқты солар бөліп тастайсың. И соңғы мысалы мен 2 апта қалды. 2 апта мен күніне бір минимум 15, 16, 17 сағаттан бөліп. Себебі енді Қазақстан тарихы қиын. Қазақстан тарихы қиын болғаннан кейін сен күніне мысалға қайталағанның өзінде тарихтың 5-ші сыныптан басталады, 6-шы сыныптан общий мысалға бір 250 тақырып болса, оны бөліп тастайсың, күніне мысалға бір 15 тақырып деген сияқты. Одан бөлек сен нұсқаталауың бар, I+-сың бар, тамақ ішуің бар, алыстырсаң жолың бар деген сияқты. Сөйтіп соңғы 2 аптада сол 15-17 сағаттың арасында. Ал оған дейін күніне 3-4 сағат сол жеткілікті болып жүрген. 3-4 сағат күнделікті. Мен күнделікті 4 сағат дайындаламын. 3-2 сағат. Жоқ, шынымен де 3-2 сағат қана дайындаламын. И то 2 сағаты, 3 сағаты биология, жарты сағаты химия болатын. Потом, егер ұбт жақындаған сайын, мен нұсқа талдау көріп, күніне 6 сағат дайындалатын, 5 сағат. Чисто телефонмен отырып. Ұйықтап қалмайтын бе? Жоқ, ұйықтамаймын. Жақсы. 15-17 сағат дайындалғанда қалай болатын еді деп ойлайсың? 15-17 сағат дайындалғанда. Мне кажется, 130 аламын. Өзім дайындалмадым. Маған қатты важный болмады ол кезде. Тарихқа да, мат сауаттылыққа оқуға да уақытым. Енді жеткілікті жоғары балл жинадыңдар ғой. Қандай мамандыққа, қайда түскілерің келеді, болашақта өздеріңді қалай елестетесіңдер, кім боламын деген сияқты сұрақ қойып көрдіңдер ме? Иә, мен де сұрақ қойып көрдіңдер ма деген кезде ойланып таңдайсың ғой мамандығыңды? Жоқ, ойланбай таңдайтындар көп. Бұл сұрақты мысалы ол ойланады да, таңдап алады да, бірақ әрекет етпейтін адамдар бар ғой. Мен вообще негізі сол 10-шы сыныпқа дейін шығармашылық таңдап архитектор боламын дегенмін. Кейін түсіндім, ол маған қызық емес. Жалпы мамандықтың қызық болғаны дұрыс, өзіңе ұнаған дұрыс болғаннан кейін сын халықаралық қатынас деген в целом политика маған қызық болатын. Сондықтан осы халықаралық қатынас таңдап, кинолардың өзіне көргенде былай соларға бүйтіп тамсанып қарап жүрдім. Осы СДУ-ға түсетін шығармын. Негізі Мағжан Арипбаев университетте жақсы, бірақ ол Астанада болғандықтан оны былай приоритет қалмайтын шығармын. СДУ-ға түсетін шығармын, бұйырып жатса. Бұйырса. Амина. Мен мамандығым. Сіз боламын деп келіп едіңіз ғой. Мен негізі физмат боламын. 10 сыныпқа дейін, жоқ 11 сыныпқа дейін физмат болып жүргем. И негізі гум бағыт болдым, бірақ физмат таңдадым. Одан кейін қайтадан гуманитарлық бағыт таңдағам, ТЖТ құқықты. Одан кейін 11 сыныпқа келіп сентябрьде биология химия таңдадым. Сосын биология химияны көріп,
Травмалық адамдар дейсіз. травма алдым. Общий медицина, стоматология дегенді атымен ұмытып кетті. Либо КПФ фармация. Сіз. Жоқ, мен негізі Казнуға биотехнология, эмбриол, генетика түскім келеді. Жерге грант бар менде. Жетеді. Ме? Жетеді ғой. Енді шүкіршілігі бар менің оқушыларым просто. Шүкір 81 балл Казгуға жетеді деп мысалы да, мындай қанағат деген сияқты. Жаман қарадыңыз ғой. Жастырды емес, ладно. Жақсы. Енді мынандай бір осы I+-та мысалы бір ерекше есте қалған бір сәттер немесе ерекше есте қалған күн болды ма? Иә. Бір жылдың ішінде. Қандай? Біріншісі жаңағы матсында оннан шығған кезде. Өзім басында күлкім келген, жалпы. Ержан ағайдан дұрыс естігенім бар. Кейін бірақ сол пробныйдан кейін сәл жиналып, үшінші пробныйдан 109 алғам. Ержан ағай сол кезде маған сеніп, мотивация берген сол ғана шығар. Так, I+-ның әр күні күшті ғой. Арасында болып тұрады, қиын сәттер. Маған мысалы онлайн вообще ұнамайтын. Тұрғым келмейтін азанда. Тұрып, Рамазан ағай сұрақ қойыңыз, ұйықтап қалатын бар етін. Екеуі ұйықтаған екенсіңдер ғой. Мойындау керек. Сенде қандай ерекше көп болды, иә? Иә, мысалы ең ерекшелер. Ең ерекшесі дискотека из 90-х деген болды ғой бізде вечер. Дым айтпай ма бізге? Ал? Басқаларға ескертпегені бар. Вот, сол ең ерекше болды. Ағай біз, Сезім апай, I+-та түнге дейін отырып, күшті суши пицца жеп. Самый запоминающийся вечер болды негізі. Есте қаларлықтай. Одан кейін менде көп. Тағы біреуін айтшы. Бісе алмай қаламын десе. Тоқтай алмай қаламын. I+-тың өзінде емес, енді I+-пен медеуге барғанымыз, тауға шыққанымыз, тағы боулинг ойнадық. Боулингқа барғанымыз күшті болды. Ең керемет сәттер еді. Ағаймен тарих оқығанымыз. Неге тарих сұрайсың? Зачет тапсыру десе. Иә, зачет тапсыру. Бірінші сұрақтан қадалатынмын ғой. Етеді ғой. 2 сағатта дайындалып келеді да, мысалы мен бір тақырып беремін ғой, қыпшақ қағанаты дейді да, бір тақырып беремін, 2 сағат қолдарында кітаппен қарап мен тұрсынан отырады, 2 сағаттан кейін тапсырамын деп келеді. Бірінші сұрақ, қыпшақ қағанатының хронология десем. Не ол дей ма? Білмей отыратын еді ғой. Енді бірақ соны қанша еңбектеніп, мысалы, сенде прям андай прогресс ғой. Айтып берші, мысалы, кезең әр А нүктең мен Б нүктеңнің арасында. Менің А нүктем 39 балл. Жоқ, енді андай сентябрьде кеп биология химияға ауысып кете салу, енді андай Қиын. мамандықты өзі дайындықты кішкене кешірек бастап, мүлдем өзіне қатысы жоқ мамандық таңдаған кез келген адамның А нүктесі сондай болады деп. Мен өзім таңдағым келмеген биология химия. Неге? Кім таңдады? Негізі мамалар айтқан. Ашайық, осы жерде бір осы жерде шикілік бар. Жоқ, бүкіл семьяда бізде отбасымызда ешкім жоқ, андай доктор, медицинада оқыған ешқандай адам жоқ та. Из-за этого мамалар айтты, давай сен биология химия таңдап көр деді. Мен сол кезде айтқам, мен врач болғым келмейді, мен ол пәндерден дым білмеймін дедім да, қиналамын ол пәнден. Сосын мама екеуміз кішкене разногласия болып, мен өзім пән таңдай алмай, соңында I+-қа келгенде мен ойламағам биология химия таңдаймын деп. Сөйтсе мама айтады, қайда барады десе, биохим деді, жарайды деп отыра бердім. Сосын оқып кеттім. Даже оқып кеттім. Одан кейін январскийде 62 алдым. Жылады ол кезде. Иә, қатты. Одан кейін наурызда 78 алдым. Өте риза болдым өзіме. 62-ден көтерілгеніме. И осы грантовскийға 1 ай қалғанда мен дым оқымадым. 1 ай болды. Далада жүрдім, үйде болдым, ауылда болдым, больницада жаттым. Соның бәрі араласып
сабақты вообще оқымадым. Және де НТ-ға бір күн қалғанда, білесің, қадырып жүрмін. Грантовскийға бір күн қалғанда. И Грантовскийдан шыққаннан кейін ағам келді. Ағам күтіп алды, сосын қуанып 140 алғандай шығып еді. Секіріп шыққан ғой. 140-тың оқушылары сұрайды, қанша деп. Баруым керек. 80 бәрі деп едім. Сен секіріп шыққаныңды көру арман. Баруым керек. Екінші НТ бар. Екінші НТ бар ғой. Айсұлтандікі қандай? Не? Анық десін. Айсұлтан сен айтып өт. Менде анық жесі 78. Мен қызық болып жатыр. 78 болды. Менде ағылшын мен қазақстан тарихы жақсы база болды. Мен мысалға ағылшынға жаза қатыспастықтан енді сол грамматика байланысты сұрақтар келеді ғой. Сондықтан қатты ағылшынға риза болдым тарих екеуіне, бірақ дүние жүзінен травма алдым енді. 26 алып ана сұрақтарды көріп. Кейін мамаларға айттым, аз деді. Мен өзім де түсіндім аз екенін. Кейін дайындалып, бірақ сол кезде тек қана осы айплюскімен дайындалып жүрдім да, бөлек дайындалмайтынмын. Кейін түсіндім, осы екінші пробный 86 алдым, бірақ мен сол бірінші пробный алған кезде бір бала 94 алды. Мен сол кезде соны сәл көре алмаймын деген. Көре алмадым да сондай, мысалы андай қызықтым, мойындау керек, қызықтым. Кәдімгідей мә күшті ғой, бірінші сентябрьдің пробныйдан уже 94 алып жатыр, кейін бұл сол кемі 130-дан асырады деген сияқты. Кейін менде басында емес, жалпы сондай басқаларын өзім салыстырып қана деңгейім көтерілетін шығар. Кейін сөйтіп 86 алдым, и сол 86 алғаннан кейін келесі пробны 109 алдым. Ол 109 алған, бірақ сол екінші пробнан кейін өзім бөлек дайындалып бастадым. Сол бөлек дайындалған қатты көмектесті. 109 алдым, январскийға кіретін алдында айплюстың пробный болды. Одан травма алдым енді. 114 ап, сосын прогрессте қана 5 балл мания деген сияқты. Сосын ойлағам, январьда бір оңай нұсқа түссе, 120-дан асырып деген сияқты. Ол болмады енді, бұйырмаған ой. Бірақ дегенмен тарихым жақсы көтеріп, тарихтан 43 алдым. Ол жақсы деп. Кейін наурызға қатты дайындалдым. Наурызға прям жақсы дайындалып, бірақ дүние жүзінен андай бұрынғыдай емес, себебі менде IELTS болды. Тура сол уақытта наурыз бен қаңтардың алдында 2 ай IELTS-қа дайындалып, кейін IELTS-тан керек балымды алдым. Одан кейін тек қана сол дүниежүзі тарихы мен қазақстан тарихына фокус қойдым. Сол бір ай қалған наурызға. Сөйтіп, Грантовскийдан 134 ойлағам, бірақ 135 плюс па деп. Күшті. Иә, күшті. Слишком күшті. Анық десі 78. Менің наурызымның балы ғой. Енді мынандай бір сұрақ қояйыншы. Осы ұбт тапсырдыңдар ғой, соны алдында. Енді әр ол белгілі нәрсе, туысқандар, достар кеңес айтады ғой. Мысалы, осылай жаса, осылай кір, осылай істе деген сияқты. Осы енді әртүрлі пайдалы кеңестер болады ғой. Бірақ бір сендердің көңілдеріңе қонбаған бір пайдасыз кеңес айтылды ма? Мысалы, достарың немесе туысқандардан, таныстардан деген сияқты. Пайдасыз мүлдем, андай қызық емес, андай пайдасы іске аспайды. Бір күн қалғанда бәрін қайтады дейді. Оның қай жері пайдасыз деп ойлайсың? Ол жоқ, бір күн қалғанда бәрін қайталады дейді, бүкіл білетін тақырыптарыңды, білмейтін бір жыл тақырыптарыңды. қайталамағанды ма? Иә, оның дым пайдасы жоқ қой, қарап тұрсаң. Қарай берсең, ұмыта бересің. Сосын слифтер жаттады дейді. Ол да пайдасыз деп ойлаймын, негізі. Слиф келмейді. Менде наоборот, прям екеуі де. Маған айтқан, сен 1-2 күн бұрын демалу керексің деп. Сосын бір пробныйдың алдында осы айплюскіден демалып көрдім. Қатты демалып қойдым. Түк бір миымнан вообще сол тарих өмірінде оқымаған сияқты көріп, ол білмеймін, миымнан шығып кететін сияқты. Енді күнде оқи бергеннен кейін андай радикальный өзгеріс болып кетсе, сен отырып қаласың да деген сияқты. Сосын слив жаттама деп, наоборот маған слив жаттама дейтін. Сосын мен айтатын, неге жаттамасқа деген сияқты. Маған айтты, Грантовскийда слив келмейді деп. Сосын наурызда мен қатты слив жаттаған жоқпын. Бірақ Грантовскийда слив келді, бір-екі сұрақ слив келді, неге келмеді деген сияқты. Бір күн бұрын қатты демалу керексің, серуендеу керексің деп қатты
адам қатты расслабление болып келеді, босаңсып қалатын сияқты. Жақсы, енді осы ұбт-ға кірдіңдер ғой. Енді ең оңай болған пән қандай болды? 5 пән тапсырасыңдар, соның ішінде ең оңай. Точно қосатылып істеші. Грантовский айтып тұрсыз. Иә. Грантовский маған дүниежүзі тарих оңай болды. Оңай болды, иә. Ең қиыны сол қазақстан тарих болған шығар. Жақсы. Әмина, сенде Менде қандай пән ең оңай болды? оңай биология. Ең оңай. Оңай болды, иә. Ал ең қиыны химия, математика. Жақсы, енді мынандай мүмкіндік берсе да, егер сендерге осы негізгі ұбт-ға екінші шанстарың бар ғой. Негізгі ұбт-ға кірген кезде андай бір мүмкіндік берсе, өздеріңмен бірге алып кіруге болатын зат. Не алып кірер едің мен ұбт-ға? Кітапты. Телефон емес что, я надеюсь. Білмеймін енді. Бір зат, қандай пайдасы тиеді оның саған? Мен тапсирлерімді алатын. Тапсирлеріңді. Мен базаларды алып көретін. Полный. Мынандай ипше. Іздейсің, анам. 4 сағатта тауып ше. Енді білесің ғой, қай сынып, қай тақырып екенін, мысалы сұрақ келген кезде тез тауыла болады. 140 аламды. Болмаса Санжарғайды алып кіріп па. Рамазан ағаймен, Қонсбек ағаймен. Ағайларды алып кіріп. Иә. 5 пән мұғалімін алып кіріп. Иә. Жақсы. Бір өзің кіріп те, мысалы, жақсы нәтиже көрсетіп алдың ғой. Ештеңе алып кірмейді. Нәтиже дегенде. Ой, нәтиже ғой. Енді мысалы, андай ғой. Қазір осы негізгі ұбт-да қанша балл жинадыңдар? Және негізі күткен балдарың қандай еді? Сол туралы тоқталсаңдар. Мен 134 алдым, бірақ біріншісіне мен қаншалықты өзіме сенімді болғанмен бәрі нұсқа байланысты сол 138 алып қалатын шығармын деп ойладым. 140 емес. Еще барлығында келеміз, сенікіне келеміз деп түсін. Бір жағынан сәл депрессия болып кетті. Осы жерден 100 алмай қалсам барлығы ой деп. Ондайлар да болды. Мен 134 алдым деген кезде неғып үйттің, неғып 140 емес, неден қадалдым. Негізі былай қарасаң жаман емес та 134-тің өзі. Бірақ оларды да түсінуге болады. Мен де тарихтан бір 19-ға шығармын деп ойлағам, 17 емес. Сосын тарихтан 50-50 аламын деп ойладым. Сол қадаса матсау мен қазақстан тарихы ғана қиын болып, дүниежүзіден 50 деп күтіп отқам, бірақ болмай қалды. Бірақ әлі мүмкіндік бар да. Әлі мүмкіндік бар. Мен бірақ біріншіден андай сияқты барлығы ойлайды ғой. Грантовский қатты қиын болады. Наурызбен маған мысалы барлығы сөйтіп айтты. Мұғалімдер болсын, таныстарым болсын, маған дейін тапсырып шыққан адамдарым болсын, осыған дейін туысқандарым мысалы былтыр тапсырып кеткен айтты, сен наурызбен грантовский салыстыруға келмейді деп. Осы мен прям қатты қорқам. Сол неге ондай екен, барлығы бір заттан алынады ғой деген сияқты. Бірінші мынандай психологиялық түрде дайындық деп ойлаймын. Мен мысалға қатты қиын болады деп ойладым, бірақ нормально да. Келесінен неге 140 алмасқа деген сияқты. Неге алмасқа? Неге алмасқа? Неге алмасқа? Сенде? Мен негізі 90 балл күткенмін өзімнен. Бірақ өзім сенімсіз болдым, өйткені мен бір ай бойы оқымадым. Оның алдында да наурыздан кейін қатты босаңсып кетіп сабаққа деген құштарлығым болмады, сосын бір ай бойы оқымай. И 81 алып шыққанда негізі қатты қуандым, өте қатты. Мамама звондадым. Мамам мен папам тоже өте қатты қуанды. Сүйінші сұрап жүрмін. Сүйінші? Айдан 81. Короче, историялардың бәрін жаман балл емес қой, 80. Иә, жақсы. Мысалы 39-дан 80. Грантқа түсіп тұрса қатты талпынып керек емес сияқты. Тем более химия, биология мысалы мен үшін ең қиын химия, биология сияқты. Биология тапсыратындар бүйтіп. Мысалы, осы жерден андай сұрақ қояйыншы. Екеуіңнің таңдау пәндерің ауысса. Мысалы да, сен химия, биологиядан дайындаласың, 1 жыл уақыт бар. Сен дүниежүзі тарихы ағылшыннан дайындаласың, 1 жыл уақыт бар да. Қалай дайындалып, мысалы, жылдың соңында қанша балл жинай аламын деп ойлайсың? Негізі амал жоқтан да оқитын. Мен мысалы тарихты өзім қызығып оқимын да. Мүмкін сондықтан жоғары балл жинадым.
биология дегенім менде мектептен травма да, сондықтан биология аз болатын еді да, керісінше химия көп болатын еді деп ойлаймын. Биология вот қиын. Мен білмеймін, ДЖТ таңдасам, ДЖТ английский точно қадалатын едім. Бірақ ДЖТ-дан, я думаю, хорошо набрал. Затта оңай ғой. Есеп шығара керек. Артық кетпейміз депші. Жыл сайын енді қиындап келе жатыр да. Оны өзім жыл сайын көріп келе жатырмын. Оған дейінгі форматтардың әр пән бойынша жыл сайын қиындап, күрделеніп келе жатқаны байқалады да. Енді келесі жылы мысалы інілерің немесе өздеріңнің туысқан інілерің болатын болса, қарындастарың болатын болса, қандай кеңес берер едің? Мысалы ұбт-ға дайындықта қалай дайындалу керек? Мен ойлаймын, мысалға жазда ғой енді 10-шы сыныпта бітіріп жатыр, жазда қазір енді демалады бір-екі ай, бірақ сол бір-екі айдың өзінде андай определенный мысалы қандай пән тапсырасың, сол бойынша сен андай түсінігің болу керек та, бұл пән не туралы деген сияқты. Менде мысалға университетінде түсінік болған жоқ, бірінші сабақта фазорым шашылып түк білмей, андай сондықтан жазда сол бір-екі ай жаттап емес, просто сол пән не туралы, примерно қандай андай базасын түсініп алсаң, сол дұрыс деп ойлаймын. Жақсы. Келісем. Қосылам. 10 сыныптан бастап оқу керек деп ойлаймын негізі өзім. Негізі бір жыл уақыт жеткіліксіз сияқты. Особенно биология, химия болса. Мен ойлаймын, мысалға ДЖТ ағылшын тапсыратындарға қаңтардан бастап, мысалға 0-ден бастайық дейік, сентябрьдан бастап ағылшынға қатысып, уровень көтеріп, и уже жазға таман IELTS тапсырып тастаса, кейін қатты қиын болмайды да, тек қана 2 пән оқисың, дүниежүзімен мысалға қазақстан тарихы деген сияқты, мысалы геоангл болса да тура солай да, қандай ағылшынмен комбинация бар, IELTS ерте тапсырып тастап, маған сөйтіп айтқан негізі, бірақ өзім құлақ аспай. Екінші пәнге көбірек фокус қою керек. Дұрыс. Мен бірақ ойламаймын андай 10-шы сынып басталса прям дайындалу керек деп. Себебі андай жалығып кетесің. Сол примерно жаңа жылдан кейін ақырындап бастасаң, сол дұрыс. Уақыт қой бәріне. Сосын бір жылда андай үлгермейді деген емес, сенбеймін. Қиын болады, бірақ одан кейін сол қиын болады январьскийға дейін ғана. Кейін сен күнделікті 15-17 сағат арнаса, конечно, үлгереді. Енді менде ол күнделікті 15 сағат дегенде ол кейін наурызға тақап қалған уақыттан ғана бастап қой, оған дейін сол сентябрь, октябрьдің басына дейін ашын сол 2-3 сағат Санжарға тақырып берген материалдарға байланысты ғана. Жақсы. Енді ойнайық. Қандай ойнаймыз болады? Қандай ойын болды ғой? Мен сүйікті ойыным ше, 2 өтірік 1 шындық деген. Өздерің туралы, I+ға қатысты. Мысалы, өздерің туралы факт айтасыңдар. Ол екеуі өтірік болады да, өтірік біреуі шын болады. Біз соны табамыз. Сіздер басаңыздар. Сен туралы шын. Қайсы бастаңыз? Жоқ, сен бас. Мен қас. Білмеймін, мен шындықтарым очевидно. Жақсы, онда мен бастайыншы. ұбт-ға байланысты айтайық, ұбт немізге байланысты, оқиғамызға байланысты. Бірінші, мен ұбт-ға 2 ай қалған кезде өзім таңдау пәнімді ауыстырдым. ұбт-да мен қаңтар ұбт-сы кезінде жаңағыдай қобалжып ұбт-ны тапсыра алмадым. Үшінші, мен ұбт-да жаңағыдай парақ бар ғой, жауап парағы, соны бүлдіріп алып, 2-ші рет қайта толтырғам. Екінші өтірік па? Не айттым? Жоқ, 2 өтірік 1 шындық қой. 1 шындық 2 ай қалғанда ауыстырдыңыз. Бір ғана шындық бар. Бір ғана шындық, ана 3-ші сияқты. Бүлдіріп алып, қайтадан толтырдым деген ба? 2 ай қалғанда ауыстырдым. 2 өтірік па сонда? Жоқ, 2 өтірік, дұрыс емес. Біреуі шындық. 3-ші шындық сияқты. Бүлдіріп алып деп ойлайсың ба сонда? Мен сонда бір кішкентай параққа қара. Қайсы шындық? Қайсы шындық енді нақты? Біріншісі. Я уверен. 2 ай қалғанда сондай емес шығарсыз ба? Мен ұбт-ға 2 ай қалғанда таңдау пәндерімді ауыстырып, басқа таңдау пәннен ұбт тапсырдым. Бірақ мүмкіндік.
енді Амина сен. Так, мен наурыздан жылап шықтым. Мен наурыздан биология 39 алдым. Нағыз ұбытыда химия 19. Біріншісі не болды? Жылап шықты. Жылап шықтым Бұл наурыздан. жерде екі шындық болып кетті ғой. Жоқ, бірақ шындық қой. Екі шындық. Бір шындық. Химия 19 ба? Жоқ. Химия 21. Жоқ, ана биология 39 деген шындық. Иә. Иә. Енді жылап шықтым дегенде шындық қой. Наурыздан Ағай, деді. наурыз. Сен қаңтарда Иә, Наурызда сен жыламай шықтың. Жыламадың Иә. ба не Сен наурызда? қуандың наурызда. Қуандым. Ағай, видите, Айсұлтан көп. 78-ге қуандың ба? Иә. Ой, не болды Қатты сонша? қуандым. Жақсы. Таптық. Айсұлтан. Мартовскийдан бастап онлайнға қатыспадым. Менің ең сүйікті мысалға не таңдау пәнім осы ағылшын болды. 4 пәннің арасынан. Сосын мен мысалға айлсқа тапсырмай тұрып, ағылшынға көбірек көңіл бөлдім. Матграмға қатысқан жоқсың. Сен не айтасың? Мен ба? Бәрі шындық сияқты. Мен жоқ. Матграмға қатысқан жоқ қой. Мен оны Онлайн тексеріп сабаққа қатысып отыр деп ойлаймын. Иә, Иә. онлайн Наурыздан вообще кейін. қатысқан жоқ. Мен наурыздан кейін бір рет қатыстым, онан кейін вообще қатыспадым. Көрдік қой. То анда, то мұнда әйтеуір. Мен бір жылда Бірақ екі көбісі сол по причине болды менде. Кейін по причине бір 4-5 рет қатыспағаннан кейін қойшы қатысқым келмейді дедім, қатыспадым. Негізі күшті қатысып жүрдім ғой наурызда. Иә. Күнде. Мен есімде біледі сондай онлайн сабақта өлең айтқан. Кім? Анау, сен ко 2-де оқисың ба, әлде 1-де? Бірде. Короче, апа бізге айтады ғой. Короче, бір суреттер беріледі, и ты должна угадать, қандай өлең бұл. И мен тұрамын да өлең біліп Сен көбірсің ба? Ау, Екі. екі. И тұрамын да өлең айтып кетіп. Сосын апайма 1000 теңге беремін деп әлі. Қандай өлең еді? Бір дәрімен тұрама бір бәлем. Сен менің дәрімен. Айтпай маған. Дәрімен емес еді ғой оның аты. Көркем дей ма? Сондай бір бәлем. Білесің ол өлеңді? Есімде не жерімде тұр, бірақ білмеймін. Сен білесің ба? Не ол? Ана өлеңді. Қай өлеңді? Короче. Той айтқым келмейді ше. Айтшы енді. Позор ғой. Күлкі витамин дейтін ба? Ау? Бізге, по-моему, күлкі витамин дейтін ба? Бізге соны бір рет не істеген. Анау. Сен менің дәрім таусылғанда ем береді. Сені таппай қалсам Иә, болды. иә, осыны айтқан ғой мен. Прикол ұстады ғой, сосын маған. Дәрумендер туралы өлеңдер жаттап жүрсің осында. Иә, витамин С. Биологиялық. Көрініп қалды десеңші. Енді андай. Енді әншілік қабілетіңіз бар екен. Байқап жатырық. Жасырын таланттарың бар екен. Бізге қазір өнер көрсетіп ән айтып берсең. Ой, жоқ. Жоқ, енді біз шынайы пікірталас сайысында отырық қой. Мен істейсің. Деп шығып кеткен дем ержан ағай. Жоқ, енді өтініп жатырмыз ғой, иә? Өнерін көрсетіп жүрші деген сияқты. Жоқ. Қазір Айсұлтанда өнер көрсетіп қалған шығармыз. Фокус. Сабаққа да сатып білу ғой. Картаға фокус көрсетемін деп па. Жоқ, бір өзіңе ұнайтын күштісін айта салшы бір ән. Өлең? Иә. Мен даусым жаман ғой. Үшеуміздің де даусымыз жоқ қой. Лучше бірге айта салайықшы, үшеуміз. Мен ұяламын. Жоқ. Жоқ, біз сен білетін әндерді біз білмейміз ғой. Біз любой әнді білемін. Біз любой ән білмейміз. Блин, ағай естісің. Ту күшті ғой ол деген. Ұят қой. Не сүйат сен? Қазір белсендімін деп айтып отырдың ғой. Иә. Қатты белсенді. Белсенді болып көрсетсең өнеріңді. Күшті. Тыңдағаннан кейін сосын. Жоқ, андай аранжировка дейтін бе? Ютубта бағаттықсыған дей ма? Құлағымнан қанағады ғой. Динамиктар жарылып. Жоқ, оны біз әрлейтін шығармыз. Хорошо. Енді осы i+'та немесе өмірде, иә, бір кринж деп жатады қазір, ыңғайсыз қандай бір нелер историялар болып айтып берсеңдер, күлкілі, прям ха-ха ұстайтындай. Позор дейтін ше бітін.
бетті қолмен жабатындай қандай ситуация болды. Сабаққа қатысты емес айта беруге бола. Болады. Ай, мені білет. Бір тұржа. Не дейін жатсың, саламатша. Үйтіп айтпа оны. Ағай мені. Тірі жаған деп бастап отырады. Ағай мені. Қалай айтса болады. Маған қатты ұнамайтын, мен танымайтын. Әрең жеткізіп жатыр ма? Мен сөйлескім келмейді. Мені олға жазыңыз. Иә, сол мен сен инстадан ашып қайтып, сен сұрап жатқанда мен айтамын. Көзімде жас шықты. Заставлять етті. Сосын мен онымен сөйлесіп жүрген кезде сообщение. Бірақ соңында Я сообщением бәрін ағай жазып, ана мен вальсқа шақырып, полный кринж болғанбыз. соңында не болған айтса енді. Ойбай. Сосын ол баламен сөйлеспей кетіп. Бол. Соңында ол бала маған ұнап қалды. Деп айтшы. Иә. Соңында ол бала маған. Мен ондай жер тағып тұтады. Жоқ, соңында ол бала ұнап қалды. Бірақ одан кейін ол бала мен оны емес, ол мені лақтырып кетті. Ё-моё. Каталог. Самый кринж история осы шығар. Гүлайбыз. Соның бәріне уақыттап, сабақ оқуға уақыттап. Хорошо. Бай-бай. Менде ішінде ондай болмапты, менде кринж история болған айтпесті. Ешкім лақтырып кетпеді ма? Біраз Сосын анау бар ғой, екіншісі. Ол да кринж еді ғой. Ол да кринж. Өзі жазып, өзі сөйлесіп, өзі артымнан жүгіріп, соңында өзі да Ай, біз білмеймін, олар сондай екен. Ойбай. Өздері жазады, өздері сөйлескісі келеді. Артымдан жүгіреді. Сөйтіп бұлмен сөйлесіп, сосын лақтырып. Ойбай, одан кейін разборка. Қыздармен болып еді ғой. Ол да кринж еді ғой. Ол вообще кринж. Сенде қандай кринж? Шыны керек. Жоқ, енді болады ғой. Ой, шынымен де. Ол бір жыл бойы өмірін. Бір 5-ші класста, 3-ші класста болған. Ол андай ғой. Бір кринж болған сияқты айта алмайсың. Әрең айтайын деп жатсың. Бір рет маған айтады, мынаны осылай жазып жіберші деп, біреуді короче өсектейді маған. Осы мен оны біреуге айту керек боламын да. Сол адам, жаңа өсектеген адамға жазып жіберемін ғой. Еще артынан ана голосов жіберіп, ема прикинь, осындай деп. Бір кез просмотрдан короче оқып жатыр да. И қараймын, соны өзіне жіберген ғой. Өзі туралы ма? Иә. Ол бірақ қатты кринж емес, сол айтып отырмын андай. Базовый. Базовый күнделікті өсектей. Иә. Жақсы. Тағы не айтсақ болады? Бір рет менде жарыста болғам. И ұлдар мен қыздар енді бөлек жасады ғой. Енді кеп араласып сөйлесеміз ғой. Ал бойдан кейін кеп есік тақылдады ағай. Алдымда туалет кетіп кетсем бір кезде тақылдап тұр ғой, шықсай деп. Сол ғана болған. Атақ қатты ондай емес. Қыздардың туалетіне кіріп кеттің ба? Енді толып қалу үшін бәріміз ұлдар болып кіріп кеткенбіз ғой. Сосын бірақ короче мені ағай көрген коридордан, басқаны көрмеген. Иә. Бәріміз шығып тұрып туалеттен. Хорошо. Түкіріп жүрген күні өлейін ғой мен. Биылғы жылы мен ментормын, оқушылар жаңадан келіп жатқан кезде ол жазғы уақыт қалады. Оқушылар кішкене үлкен көрінеді. Өз жастарынан үлкен көрінеді. Ол жасыратыны жоқ ше. Бір кезде маған бір оқушы келеді. Ол бала сөйтіп андай бүгін бірінші күн деп маған айтып жатыр ғой енді ше. Бірінші күн ментор кім деп сұрап жатыр да. Сөйтіп мен оған айтқам. Иә, келіңіз, балаңыз қайда?
мемлекеттен көшіп қойған. соған іле ұяламын сол оқушыны көрген сайын ше я келіңіз балаңыз қайда дейсіз деп айтқанмын просто ол кезде маған жазда оқушы көп келеді ғой бір күнде 15-20 деген сияқты ше бір уақытта 5-6 оқушы келеді бізде бірінші күн еді дейді да мысалы менде бірінші күн еді ментор қайда ментор кім деп сұрап жатыр я ментор мен келіңіз балаңыз қайда деп сұрағанмын содан өзім Мен танимын бағай. жоқ сен танымайсың ол тоже кешкі сменада оқиды Бізде не болушы еді ғой дәптер тексеретін ше матграммен неден Тарих. история қазақстанадан ол кринж емес еді ғой Кринж жалпы ғой. деймін да күшті еді ғой мен шоколад ішті нөл емес әр оқушыдан бір шоколад алсам Ой, ой. шоколад алып одан бөлек еще ұрсады ғой андай либо ұрсы либо шоколад емес 2 в 1. жақсы негізі мен қатты ұрса алмаймын ғой Жарайды. бітіре көшірен соңғы жаңа пицца істі Иә. осы ұрса алмаймын деген жерім ба иә жоқ мен негізі көп андай мейірімдісіз деп айтады қалай мейірімдісіз деп айтады андай атыңызға затыңыз сай деп ше сізде оқып көрмеген болған шығар менторлар басқа ше дыбысы да буллингіңізге ұшыраған иә бірақ басқа ментор Курс естімеген. Буллинг естімеген. Таяқ жемеген. немен ұрып бәрі пробный сайын тым қанағатсыздығыңыз бар ғой мә 115 алып жатырмын десе арығынан ұрып соның арқасында жоғары баға алып жатырсыңдар ғой Иә. аюға намаз үйреткен таяқ дейді қазақта сондай сөз бар бірақ сен ұқсатылған 8 алдың мә молодец бірақ оқу сауаттылық не қылдың дейсіз ба наурызда шыққаннан кейін наурызда ше 133 алған ғой енді наурызда 133? иә наурыз ентада ше сөйтемін ғой көремін ғой результатын бәрі күшті да идеально да оқу сауаттылығына қарап 8 молодец ой молодец жарайсың деймін не мынау 8 оқу сауаттылығы бір класс жас бастап келеді соған алды бүйтіп тұрып бүйтіп кетеді ғой не мынау 8 сен қазақ тілінің оқу сауаттылығын білмейсің мәтін танып білмейсің ба не мәтіндерді танымайсың ба 135 баланы деп қоямын вообще күшті бастағанмын сол голосовать ше молодец деп Слушай деген. әлем ағай мейіржан ағай нұржан ағай қоймайды ғой қашан оқу сауатына келесіңдер сол кринж ғой оқу Қанша алдың сауаттылығынан осыдан? кринж сол позор ғой Грантовский қанша болды? грантовский 10 ғой Күшті ғой? просто наурызда серьезно қабылдамадым мен андай оқығым келмеді бар вообще жек көремін мәтін оқығанды сөйтіп алдында екінші рет тексердім беріле салғанмын оның біреу апелляционный сұрағы еще негізі просто сертификат алу керек болғаннан кейін апелляцияны алып тастадым ғой енді андай не істейікші екеуің бір бірің туралы ойларың қалай болды осындай 1 сағаттық әңгімеден кейін қандай екенсіңдер деген сияқты не болды күлкілі ма жоқ айсұлтан қандай екен сен Жоқ, Айсұлтандан айтсын. қалай дегенде сол кеше аға айтқан өзі жыртыла беретін қыз да сосын примерно сондай шығар деп нормально күшті андай ешқандай андай бүйтіп тыйылып үндемей не емес сол сосын мысалға мен же ойлаймын егер менің грантым мысалға 70-80 плюс болса мен сөйтіп беріліп оқымайтын едім зачем өзін қинап деген сияқты ғой просто амал жоқтан 130 плюс керек болғаннан кейін ғана осылай оқып жүрмін ғой әйтпесе сол 81-дің өзі оның артында біраз еңбек жатыр қалай дегенмен де тем более қыз баласы болғаннан кейін ол андай аз бала алған қиынырақ беріледі да мысалға сен айтып отырсың ғой январскийде жылап шықтым деген сияқты оны көтере білетін де бар көтере білмейтін де бар оқымай кететін жер бар бірақ жеңіс шықсаң жақсы нәрсе деп ойлаймын келесіде 100 балл иә келесіде сен көп аласың деп ойлаймын одан да егер оқитын болсаң бір ай оқымай кетіп Так, Айсұлтан ба? Айсұлтан бұрыннан бері көретінмін. Постоянно анау кімдермен отыратын Тамирис бар ғой. Тоже дж-тылар. Солармен отырып олар бір-біріне объяснять етіп оқып ойлайды. ой жоқ олармен отырғанда әңгіме айтатынбыз өсек айтып ше басқа группаларды жамандап ше бұл жоқ маған айтады негізі ойлайтын база жаны күшті оқиды екен ғой деп. Сосын қашан
ағайдың историясында көрдім де 34 алған сосын ема ағай хорош дедім. Күшті. Сен еще жаздың ғой. Иә, мен жаздым, капец күшті ғой деп. Күшті бала екен 134 қалай аламын. Капец күшті. Это очень классно. Рахмет. Келесіде 140 бала ал. Мы Амин. настаиваем. бұйырса. Амин. Иә, амин. Айплюстың патологын қойып, камера 70 қалып бізді отырғызасың. Амин. Біз отырсасын. Қандай айфон 16 бере ма? Соған видео түсеміз. Айсұлтан. 5 миллионды аласың. 5 миллион аласың. Иә, 5 миллион деген сен. Жанынан шықпаймын. Қазір жақын танысып айтып Подкаст түсіріп жатыр. Мен барамын. Мен шынымен де сөйлесеміз енді. Артына қалмайтын шығар. Айсұлтан көмектесші. Тарих қалай жатыр? Қалай бір айда бәрін оқып кетсе болады. бір күн қалған кезде. Айсұлтан, пожалуйста. Бір күн қалған кезде қалай оқимын деп па. Мынандай қазақстан тарихынан қалай дайындаласың деген сұрақтар түсінбеймін бар ғой. Мен де түсін. Қалай дайындалу болады басқаша? Білмеймін бір. Сенде бір математика, бір химия, есеп шығаратын бір нәрсе болса, бүйтіп қандай формуламен мындай қалай шығарасың деген сияқты. Оңай қалай дайындаласың дейді, тамам бір рет. Неден кейін, наурыздан кейін сосын айтамын ғой. Кітап оқисың, жаттайсың деп. Бір күн қалғанда сондай сұрақ қоятын сияқтымын мен. Алтыншы сыныпта, 5-ші сыныпта 11 сыныпқа айтып берші. Сен айтып берші, мен тыңдап андай құлақпен тыңдасам тез түсінемін деп па. Айплюсты қонатын сияқтымыз ондай осы. Айплюсқа келдіңдер ғой. Сол кезде енді Айплюста ментор болады, сіздерге менеджерлар айтады ғой, келген кезде. Ертең ментор хабарласады деп па. Не күлесіңдер? Енді ментор дегенді, мысалы, болады ғой, ментор деген кім деп, бұл күнделікті естіліп жүрген сөз емес қой. Мысалы, көбі білмей қалады. Ментормын десем, кім ол? Ментор деген ментор. Умечтал рассказать. Сол андай бірінші көзқарастарың қалай болды менторға деген? Мен негізі вообще сол 2 жыл бұрын енді әпкем айтатын күшті ағай деп. Точно күшті деп. Екінші әпке айтқан швабрамен болады деп. Сосын басында келгенде бүйтіп менторым сіз едіңіз деп отырсам, балам жақындасай деп шыңғырған бар емес па? Сол кезде травма алып. Сол кезде шошқам кішкене. Өзің артқа отырып алып. Нормально отқам негізі, сол кезде ше. Не жақпай қалды деп, тұрмын тұрма деп. Бірақ андай не, грамотный сөз ғой, қазақ тілден. Мойындау керек. Речіңіз жақсы, андай. Шайналған касет қысам емес, біз секілді емес, нормально. 2 ақтың басым осы, жақсы. Мотивация берген өзінде де. Андай, буллингтің өзінде қазақша буллинг ба қалай? Ата-аналармен сөйлескенді вообще түбін сүріп ше. Сіздің балаңыз деп сұр. Бірақ анау группада балалар болады бүйтіп тиісіп отыратын, солардың аузын жапқан кезде деп отыратындар сізге қарап. Күшті жабам, иә. Өзім кейде таңғы. Бір күн алып, 2-3-4 бала қырлы группадан шығарып жіберіп, менторларын ауыстырып жіберген бар емес па? Содан кейін группаға жазайын ғой. Болады енді ондай бір бөлме қырылып отырса не істеймін? Сенде қандай болды? Мен ең бірінші келгенде маған айтқан, сен менторың Мейіржан болады деген. И менің негізі... Одан басқа Айплюста ментор жоқ. Ауыстыруға никак па деп. Мен негізі ағамның, өзімнің достарым Айплюста оқып кеткен ғой. Сонар айтатын, Мейіржан ағайға бармағандай. Абонти ше, Аблай, Дида деген. Былай жүретін. Мен бой кішкентай. Телефон беріңіз шуан. Сол айтатын, апа ағай қатты ұрсады андай, біртүрлі бізге ұрсады деп айтқан. Сосын мен келдім, ағай ментор Мейіржан деді, жарайды деп келдім. Мен сізді басында танымадым. Анау консультацияда болады емес пе, бір бойы ұзын ағай. Сізге ұқсайды кішкене. Иә. Сол ағайды Мейіржан деп ойлап, сол ағайдың артынан жүрген. Сосын маған айтты, Мейіржан ағай вообще басқа жақта отырады деп бардым. Сосын мен өзім итак ялып тұрғам ғой. Ағай тұрады, тез точка фотоға түсіремін деді. Болғаннан тұрып, телефон фотоға түсіріп тұрған фотоға. Да, бір екеуің жоқ.
ұялып тұрған фото болатын. Соны ағай еще салып қойды. Сіздің бізге Иә, впечатление қандай болды? Енді бірінші бізде жазда Айсұлтан келді ғой. Енді оған дейін мысалы менде жаңа Айсұлтанның 2 әпкесі менде оқушым болды ғой. Былтыр 2024-те, 2023-те, 2 жыл қатарынан. Сол кезде мен мындай білем ғой, танимын, бірақ кейін кімдер екінші әпкесі маған айтатын, інім бар, Сайпресқа келем деп жатыр деген сияқты да. Біліп жүрдім, естіп жүрдім, бірақ андай мүлдем ол не болған жоқ та. қатпас үйретпедіңіз. Иә, жоқ. Бүйтіп сақтамадым ше, оны деп. Айсұлтан келген кезде, ой, осыны інісі екен деп ойлаған жоқпын да. Кейін барып менде андай енді телефонымда ата-аналардың номерлары тұрады ғой. Оның мамасына алғашқы қоңырау жасайтын кезде номерін терем да. Номерін терсем, ол менде бар да. Мамасының номері сақталып отыр да, бірақ Аружан деп сақталып тұр. Аружан несіне аяқта, оны аты Айсұлтан ғой. Ана неге қарап тұрмын, мынаны аты Айсұлтан ғой, Аружан деп сақтап қойғанмын, не істеп қойғанмын ғой өзім. Сөйтіп кейін барып есіме түсті, деп Аружанның інісі ғой деп, сөйтіп оны аштырып, сөйтіп сөйлесем, кейін мамасы да айтады, деп бұрын Аружан сіздерде оқып еді деп, сол кезде уже дедім, о деп, жақсы деп. Енді білем ғой, оқитын екенін, әпкелері оқыған, інісі де примерно оқитын шығар деп ойладым. Бірінші келген кезде прям күшті, тып-тыныш андай прям күшті да. Андай бізде келе салып андай құлпылдап кететіндер болады ғой. Тыныш тұрмайтын оқушылар көп болады. Тыныш, серьезно айтасың, өзі кешкі ауысымға айтасың. Я дейді, я жоқ өзі деп, не хабарасың, кешікпе. Оқып кел. Алдына отыр. Жақынырақ отсайшы. Жақынырақ отсайшы, не артында отырсың деген сияқты. Бәрін андай істейді, күшті да, деп шандай. Айтқан тыңдайтын бала келді, минус бір проблема деген. Сондай ой болған алғашқыда. Енді Амина туралы ойым. Профилін ашам ғой. 2009 деп тұр да. 2009 11 класс деп мен андай 2009 11 класс. Мен анақта бәрі 2008, 2007-лер 11 класстар. Сөйтіп, мынау точно 2009 11 класс па, 10 класс шығар деймін ғой, мамасына звондаймын. Сөйтіп, сіздің қызыңыз точно 11 класс? Деймін ғой, 11 класс дейді ғой. 2009 ба деймін ғой. Жылы да маңызды ма дейді мамасы. Мен өзіме қызық болып тұр ғой енді, қатысы жоқ қой. 2009 жылғы ма деймін ғой, 2009. Жақсы, келсін деймін. Кейін келген кезде енді бір гид курс аша алмай 3 күн жүрген шығармыз. Бір почтасы істемейді, то бірдеңе істемейді. Ағай басқа почта берейін, мақұл басқа почта берем. Сөйтіп, келген кезде шынымен келіп, не бір почта ашамай қатер деп сондай ой болды да. Бірақ кейін сразу күшті араласып кеттік қой, білмеймін. Даже қалай? Тауға біз Аюсайға бардық. Саған айтпай. Білем, просто өзім бармадым. Иә, Аюсайға бардық. Сол кезде бұл деген барам деп лақтырып кетті бізді. Бармай қалды андай. Ұйықтап қалды. Себепсіз десеңізші, как обычно десе. Себепсіз ұйықтау, көбірек ұйықтау. Сонымен біз автобуспен бәріміз жиналып кетіп қалған соң жалғыз өзі келді артымыздан. Келді бірақ. Ұйқысы қанбай? Ұйқысы қанып келді. Қысқы қанған. Содан кейін барып күшті араласып кетті. Айплюста да қайда барсақ та, ештеңеде қалмаймын деңіз. Қайда барсақ та қалмайды, жақсы. Прям бір толқында да 2009 болса да 2008-дермен бір толқында да 2009 екен бір. Енді білмін ба даже. Соңғы наурыздан кейін тамаша отқан кезде айғайлап қоятын бар десеңізші. Иә, сөйтіп андайға аңдап отырып, енді келеді, Айплюсқа келіп отырып сабақ оқып жатады екен, енді көріп отырамын. Всегда сабақ оқып жатқан кезін көріп отырамын да. Сөйтіп, ой, молодец, бұйырса мақсатына жетеді деп отырамын ғой ішімнен. Кейін бұл енді кітаптарын жауып, тамақ ішуге кіріскен кезде орнымнан атып тұрамын да. Андай, как будто бір сағат, 2 сағат тамақ ішіп жатқан сияқты ше. Барамын да. Неге отырсың деп тамақ ішіп. Ертең осы ата-аналарын шақыртып, ентіден қалған кезде осы ролтын жегіземін деймін.
бүйтемін ғой ол соны айтайын. Не рұқсат тиіпші? Күшті ғой. Андай короче роллтон жеп отыр да. Бір өзі емес, қасында группаластар бар, 4-4 ғой. Роллтон жеп отыр, оны деген жасап, оны сатып алып келген. Әңгіме айтып па? Әңгімені жіберіп қойып, ана ыстық роллтонды ұрып жатыр ғой. Сөйтіп, сабақ оқымайсыңдар ма деймін ғой. Сөйтіп, тамақ ішіп алайық дейді да. Ертең ұбт-дан аз бала алсаңдар, ата-аналарын шақырамын, соны роллтон жейсің деп. Тамир сойында бірге роллтон жейміз ба деп. Роллтон жейсің. Бай-бай. Не де? Жандарбекға кеткен кезде. Біздің группа проблема болып кетеді, ағылшында ше қатыспай ешқайсымыз. Мен еще енді Марсель ба? қатысасың деп ше. Білмеймін, қатыса. бір рет болған ағай мені қуып жүрсің. Помните, биологияда отырғанда Амина апай ұрысып еді ғой. Сол кезде Азиза мен Заринаға айтасыз, кет, аналар кетпей қояды да отырып алады. Бір жерде мен оқып жүрген болатын, биология оқимын ғой. Келеді. Сен кетесің онда Амина деп мені соғып жатыр, жүріп шық кабинеттен. Бүйтемін ғой. Апайлары, биология апайлары күнде жалғыз айтады маған, мысалы ше. Ағай не істеймін мыналарды? Оқымайды, жасамайды, дайындалмайды, берген нәрсені жаттамайды. Жише маған мұғалім айтады, ауыстырыңыз группамнан дейді да. Өзі айтады, осы 2 оқушыны группамнан ауыстырыңыз дейді да. Сосын деген айтамын ғой. Барыңдар екеуің ана группаға деймін. Отырып антауыр. Мынау дым қатысы жоқ қой. Ана 2 қыз айтады. Тұрыңдар деймін. Барыңдар тез ана кабинетке 434-ке барыңдар десем, тұрмайды екеуі. Андай біртүрлі қалдым да, негізі. Тұр деген соң тұрып ауысып кетеді деп ойлағам ғой. Ажита деп сондай болған ғой. Сөйтіп қатысы жоқ. Ана жауыз берген дедім да, өзімнің ыңғайсыз жағдай. Онда бар Амина сен. Жоқ, жерден ба? Онда бар Амина сен аузасың деп қоямын ғой. Сондай қызық болған. Бірақ енді мен андай ата-аналарға звондап болмайтын менде вообще. Басында қандай жағдай болса да айтпаймын. Басында индиф болған кезде ерте бітіріп тастайтынбыз ғой. Сөйтіп айтамыз ғой, қайта берейік, Мейіржан есе. Қинамайсыз ба? Оқымайды, оқытыңыз деп ше. Менен бір азап көріп жүрген сол кезде. Жаман болған жоқсың ғой зато. Жалпы деймін да. Күніне 2-3 тақырып өтіп кетсек те. Оқытыңыз тағы, сұрақтарын қойыңыз 5 минут болса да Санжар ағайға. Неге ерте кетіп баратсың? Өйтіп бір күні ерте шығып баратсам. Неше болды сағат дейді. Құрамда 20-34 десем. Әлі 1 минут бар ғой дейді ғой. Еще лестницада күтіп тұр ғой. Астында 3-ші этажда. 2-ші ерте шығасыңдар, лестницадан күтіп аласың деді. Бірге тәмелес келіп тұр. Мейіржан күтіп алады. Отырайық кішкене де. Кабинетте отырады ғой ше, шықпайды. 1 минут. Сол 1 минутта бірдеңе болатын бе да? Жей аласың ғой сол максимум. Білмеймін сол. Кімге тиісерін білмей жүрген кездері. Ешкім жоқ. Сосын андай болады ғой. Ертең бітіріп кетесіңдер ғой. Сосын андай плюс оқыған едім, ментор Мейіржан деп келіп тұрасыңдар ма? Иә. Мен осы жерге ментор болып Точно келесіңдер ма? Иә. Былтыр бәрі келем. Мен биолог. Иә, келем. Ешкім келмейді десең. Ертең айтып жүрмеңдер, ана басқаларға шлаврами ұра. Айтам ба? Басқасына шлавраны қалдырмайсың ғой. Шлаврами ұра. Ана хлопушканы айтсаңшы, бейшара. Не оқушы нұрмады ол, ана хлопушканы айтамын. Енді рахмет, бүгін осылай өз пікірлеріңді айтып, осы жерге келгендеріңе. Енді бұйырса алда 2-ші ұбт-ларың бар. Сәттілік тілеймін, бұдан да жоғары нәтиже көрсетіп, өздеріңнің қалаған оқу орындарыңа грантқа түсіп кетулеріңе тілектеспін. Үлкен рахмет уақыт бөліп келгендеріңе. Осымен біз аяқтаймыз. Сау болыңыздар десеңдер. Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life.